Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде математика сабағы. Бүгінгі сабағымыз біздің ерекше болайын деп тұр. Бірінші сабақты бастамас бұрын психологиялық ахуал, яғни сабаққа дайындық жасап алайық, иә? Қазір балалар қайталайықшы. Құрамыз орнымыздан, иә? Алақанды ашайық, күннің нұрын салайық, мейірімділіктің шоғын алайық, жүрекке жылу сыйлайық, жылыған жылу шуақты қонақтарға шашайық. Жақсы, отыра қойыңыздар. Енді біздің бүгінгі сабағымызға робот қонаққа келген екен. Сол роботқа сөз берейік. Жақсы. Робот бізге сәттілік тілеп жатыр, иә? Енді балалар, бүгінгі сабағымызда өз-өзімізді бағалаймыз, иә? Яғни бағалауымыз айға сапар деп аталады. Тапсырмаларды орындасаңдар, өздеріңді бағалап, дөңгелектерді не істейсіңдер? Бояп отырасыңдар, иә? Енді бізде үй тапсырмасы берілген болатын. Үй тапсырмасын қараңдаршы балалар. Үй тапсырмасын тексеріп алайықшы. Бізге 9-шы тапсырма берілген болады, не? Қос теңсіздіктердің шешімдер жиынын сан сәулесіне белгілеп көрсетейді. Бізде мынандай қос теңсіздіктер берілген. Олардың астында сан сәулесін жазу керек болды. Дұрыс, иә, сан сәулесіне белгілеу керек болады, не? Барлығымыз жаздық па? Жақсы, тамаша. Жақсы, яғни үй тапсырмасына орындағандарың үшін өздерің жаңағы бағалауды бояп қойыңыздар. Я, 1 балл беріліп тұр. Өздеріңізді бағалап қойыңыздар, я? Бояп қойыңыздар. Енді біз бұның алдында қандай тақырыппен таныстық балалар? Қос теңсіздіктер. Я, қос теңсіздіктермен таныстық, я? Енді соны қайталап өтейік. Мен сендерге мынандай QR код таратам. Осыны алдарында тұрған соткаларына QR кодты сканерлейсіңдер да, соның ішіндегі тапсырманы орындайсыздар. Түсінікті ме? Ал соткаларыңызды ала қойыңыздар. QR кодты сканерлеңіздер. Тапсырмалар шығады, сол тапсырмаларды тездетіп орындап жіберейік. Қайталау тапсырмалары. Біз бұндай тапсырманы үнемі орындаймыз, иә? Білеміз ғой барлығымыз. Бастаймыз, иә? Бастау дегенде ары қарай белгілеп кетіңіздер. Неше балл алғандарыңыз осы жерден шығады? Қайталау тапсырмасы бойынша. Шықты ма, Санжан? Жылдамдатамыз. Уақыты өтіп жатыр, иә? Уақыт берілген өтіп жатыр. Алған балдарымды өздеріне ескеріп отырасыңдар. Түсінікті ғой? Жақсы. Өздеріңе белгілеп қойыңдар 4 балдарыңды.
koyuyoruz. Ya. Жарайсыңдар балалар, рахмет. Бұл тапсырманы орындап бергендеріңізге. Балдарыңды белгілеп қойыңыздар. Жақсы балалар, енді сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Мен сіздерге бір сұрақ қойғым келіп тұр. Күн жүйесінде қанша планета бар? 8 планета бар, иә. Ендеше балалар сол планеталар туралы бейне сабақ көріп алайық. Сосын сабағымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Мұқият зер салып тыңдаймыз, иә.
балалар, енді бүгінгі жаңа сабағымызбен танысып алайық. Бүгінгі жаңа сабағымыз теңдеулер деп аталады. Теңдеулер бүгінгі мақсатымыз 39 қосу 490 бөлу k тең 46 түріндегі теңдеулерді шешетін боламыз. Яғни күрделі теңдеулерді шешеміз. Енді жаңа біз күн жүйесіндегі планеталарды көрдік, енді жаңа біздің роботымыз не деді? Сол планеталардың артына не жасырдым деді? Тапсырма жасырып қойды, сол тапсырмаларды қазір бәріміз бірігіп орындайтын боламыз. Жақсы балалар, ары қарай жаңа сабағымызға кірісейік. Бүгін біз теңдеулер деп айтып кеттік. Теңдеулер дегеніміз құрамында мәнін табу керек болатын әрпі бар теңдік. Теңдеуді шешу дегеніміз оның барлық түбірлерін табу, немесе оның бірден-бір түбірі болмайтынына көз жеткізу. Теңдеуді тура санды теңдікке айналдыратын әріптің мәні теңдеудің түбірі деп аталады. Енді оның ішінде балалар күрделі теңдеу деп отырғанымыз екі немесе одан да көп арифметикалық амалдардан тұратын теңдеулер. Енді мына жерде сіздерге шығарылған теңдеулер берілген мысал ретінде. Қазір біз осыларды пайдаланып планеталардың артындағы тапсырмаларды орындайтын боламыз. Енді тақтаға шығайық. Кім шығады тақтаға? Келе ғой. Планетаның біреуін ала ғой. Ол планетаның атын атай ғой. Сосын артындағы тапсырмасын Марс дейді. Артындағы тапсырмасы 134,545 азайтылған x қосылған 23 тең 98. Яғни қандай тапсырма бұл? Теңдеуді шешуіміз керек, Оның ішінде қандай теңдеу? Күрделі теңдеу, Балалар, енді есімізге түсірейікші, күрделі теңдеуді шешу үшін оны бірінші не істеуші? Жай теңдеуге айналдырып аламыз дейді. Дұрыс айтады, жай теңдеуге айналдырып аламыз дейді. Сосын барып, ары қарай шығара береміз. Енді есепті шығармас бұрын бірінші балалар дәптерге күнді жазып алыңыз. Күнді жазып алыңдар. Тақырыпты жазып қойыңдар. Өйткені қазір бізге тақта керек болады. Бұл жол отырып жазып алсыңдар. Сосын ары қарай жаңағы күрделі теңдеуді шешетін боламыз. 4-ші сәуір сынып жұмысы, тақырыбымыз теңдеулер. Теңдеулер. Әдемілеп жазамыз. Теңдеулер. Нұржолдың жазғаны сендерді дәптерге жазып отырасыңдар. Жақсы ма, балалар? Теңдеулер. Бұл тапсырманы орындау үшін Нұржолға 1 балл беріледі. Егер дұрыс орындаса, 1 баллды өзінің бағалау парағына белгілеп отырасың. Жақсы ғой. Жаңа планетаңды ала ғой. Теңдеуді жаз, кей тақтаға. Планетаңды. Жақсы, ішіндегі 34,545 азайтылған x жақша жазылады. Қосылған 23 тең 98. Ең бірінші біз жақшаның ішіндегі жазып аламыз. Жақша ішіндегі жақшаны ашып жазасың ғой. Жақша қажет емес болса. Жақшаны ашып жазасың, сосын барып қосымша есептеуді орындаймыз, 545. Балалар, сендер қатесі болса қарап отырыңдар. Сендер дәптерге өздерің жазып отырыңдар, Жақшаны жаппайсың. Ашамыз ғой жақшаны. Тең дейміз, Мына екі санды қосып аламыз. Тең. Үлкен сан қайсысы? Үлкен сан бізде 98. 98-ді жазып аласың, 98. Мынау қосуымыз теңдіктің жағына келгенде ол азайтуға айналады. Дұрыс айтады,
шешімін жаза саласыз ғой. Бірінші 134.545 азайту x'ті жазып ал. Жоқ. 134. Азайту x тең неше болады? 58. Что у вас? 8. Енді осыдан бізде жай теңдеуге айналды, иә балалар? Енді барып нені табамыз? X-ті табамыз, иә? Жаза ғой. X тең Үлкен санымызда 134.545. 545 азайту 75. 75 x тең қанша болады? 134.000 қанша болады? 470 болады, иә? Енді тексереміз, иә? Тексере ғой. X тең азайтуға 134.470 98, иә? 98. Сонда бізде жаңа теңдіктің неше шықты? Мынаны азайтып, мынаны қосқан кезде неше шығады? 90. Иә. Түбірі қайсысы болады сонда? Теңдіктің түбірі қайсысы? Теңдіктің түбірі 134.470-ге тең болып тұр ғой, иә? Енді теңдеуіміз дұрыстық екен тексеру үшін мына жақшаның ішіндегі екі санды азайтып, 23-ті қосқан кезде бізде қай сан шығады? 98 шығады. Яғни теңдіктің екі жағы 98-ге тең болып тұр ғой, иә? 98 тең 98 болады, иә? 98 тең 98. Жақсы балалар, дұрыс орындады ма? Иә, дұрыс орындаса өзіне бір балды белгілеп қояды, иә? Балалар енді сергіп алайық, иә, шаршаған болармыз. Бірнеше тапсырма орындадық. Сергіп тұрсатын орындап алайық. Жақсы балалар, енді ары қарай тапсырмамызды орындап келе қоялым деп. Планетаны ала қойып, қай планета екенін айтып кеттім ғой. Меркурий дейді. Меркурийда қандай тапсырма жаздырылған екен? Оқи ғой. Оқушылар үйінде жаз ташкелет үйірмесі ашылды. Әрқайсысынан екі дарындан екі түрлі телескоп сатып алынды. Телескоптың бір түрінің бағасы 78.900 теңге. Егер барлық салдағы
Өзі 71.800 теңге төленген болса, екінші телескоп қанша тұрады? Яғни телескоп туралы, телескоп дегеніміз не? Аспан қарайтын құрылғы. Аспан әлемін қарайтын құрылғы дейді. Енді есебімізді талдайықшы, біліп тұрсың ғой, қысқаша шарттын жаза қой, тақтаға. Қандай амал қолданамыз? Бізде 2 телескоп берілген, бір және қалғанымыз дәптерге жазамыз балалар. Екінші телескоп бізде? Екінші телескоп бағасы белгісіз. Белгісіз, бірақ екі данадан екі түрлі сатып алынды ғой, иә? 2 данадан 371.800 теңге төленді, иә, оған? Теңге. Шешуі. Шешуі бірінші қай амалды қолданамыз? Бірінші 78.900. 78.900-ді өтеміз 2-ге. Өйткені 2 дана ғой. Өткенде Қаншасы? 157.800. 157.800 теңге төленіп тұр, иә? 2 телескопқа. Ары қарай теңге деп жаза болады. Теңге. Өлшем бірлігін жаза болады. Екінші амал азайтамыз ғой, иә? 371.800 теңгеде бірінші телескоптың, жаңағы шыққан телескоптың, 2 телескоптың бағасын азайтамыз, иә? 157.800 теңгені азайтамыз. Сонда бізде не шығады? Тең 214.000 теңге шығады. 214.000 теңге шығады деп жақсы. 214.000 теңге шығады. Бірінші амал 214.000. Енді әрқайсыныкін табу үшін осы тауып алған санымызды 214.000-ді жаңағы 2 данаға не істейміз? Бөлеміз дейді. Дұрыс айтады, бөлеміз. Сонда тең 107.000 теңге. 107.000 теңге. 107.000 теңге. Яғни 107.000 теңге бұл екінші телескоптың бағасы, иә балалар? Жауабы. Сонда екінші телескопымыз біздің 107.000 теңге тұрады екен. Екінші телескоп 107.000 теңге. Жақсы. Дұрыс орындаған сияқты, балалар. Ендеше өзіңе 1 балды қосып белгілеп қой. Жақсы, ары қарай келесі тапсырмамызды орындап, диасы шығамыз отыр. Келе ғой. Планетаны ала ғой. Атын айта ғой. Нептун дейді, иә. Тапсырмасы не істе дейді? Теңдеуді шеш дейді, жаза ғой тапсырма. Қалғанымыз дәптерге жазып отырамыз, иә? Теңдеуді шеш.
Жақшаны жабамыз. Бөлінді. 7. 10. 700. Бұл қандай теңдеу? Күрделі. Күрделі теңдеу. Енді оны не істейміз? Жай теңдеу. Жай теңдеуге айналдырып аламыз деп дұрыс айтады. 22. Жақшаны ашып аламыз, иә, тең. 700'ді бөлеміз 7'ге. X осыған 22 тең 100. X тең 100. Azaltmamız 22'ye. X diye X de 48. Жақсан başlayız. 48 осыған 20 бөлінген 7 те 100. Жақсы отыра ғой. Балалар, енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін біз қандай тақырыппен таныстық? Теңдеулер, иә. Оның ішінде қандай теңдеу? Күрделі теңдеулерді шештік, иә? Күрделі теңдеулерді шештік, жақсы. Қазір үйде тапсырма аласыңдар. 9-шы есепті аласыңдар. Күнделіктеріңді ашып жаза қойыңдар. 19-шы беттегі 9-шы тапсырманы аламыз, иә? 19-шы беттегі номер 9-шы тапсырма. Үй тапсырмасын түсіндіріп кетсіздер. Үй тапсырмасында сендерге теңдеулері берілген. Бүгінгі сыныпта орындаған теңдеулерді шешуді орындадық қой, сол сияқты бұны да жай теңдеуге айналдырып шешетін боласыңдар. Түсінікті ғой? Қазір енді жаңағы сендер өздеріңе бал қойдыңдар ғой, сол балдарды санаңдар. Неше бал алдыңдар? 8. 8 бал. 6 бал дейді. Енді балалар, бүгін сабаққа жақсы қатысқандарыңыз үшін менен бонус болсын, өздеріне 1 бал қосып алыңдар. Бонус ретінде, иә? Енді сабағымызға кері байланыс жасап жіберейік. Бүгінгі сабағымыз біздің планеталарға байланысты болғандықтан, кері байланысымыз сол планеталарға байланысты. Яғни, мына жерде қай деңгейге жеттіңдер, қай планетаның деңгейіне жеттік, соған стикерлар берем. Қазір бүгінгі сабақ туралы өз пікірлеріңді жазасыңдар. Сосын сол планетаның тұсына апарып жабыстырасыңдар. Қай планетаның деңгейіне жеттіңдер? Жақсы ма? Яғни бүгінгі сабақ қалай өтті, не орындадыңдар? Кері байланыс жасаңдар маған. Бүгінгі сабақ не түсінбей қалдың, әлі үйренерлерің көп пе, соның бәрін жазып мұғалімге маған яғни кері байланыс жасап беріңдер. Бүгінгі сабақ бітті. Оқи ғой, не жаздың? Қай планетаның деңгейінде? маған теңдеулер оңай болды. Теңдеулерді шешу оңай болды дейді. Яғни Нептун планетасының деңгейіне жетті деп тұр. Нұржол
Tez жазalım. Muayene oldum. Gel жабыстыра қой. Жабыстыра қойыңдар, келіңдер. Жабыстырамыз, тұр. Иә, жабыстырамыз, иә. Жабыстырамыз, иә. Бүгінгі сабақта біз күрделі теңдеулерді орындадық дейді. Яғни сабағымаған сияқты, иә. Бүгінгі сабақ ұнады дейді. Барлығымыз Нептунға жабыстырыласыз, иә? Жақсы балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.